Рамазан айы, Рамадан, ислам күнтізбесінің 9-шы айы, хижра күнтізбесінің 9-шы айы. Бұл айда мұсылмандардың бір ай бойы ораза тұтады. Яғни, таң сәріден күн батқанша ішіп-жеуден, жыныстық қатынасқа барудан, түрлі жаманшылық атаулыдан өзін пәк ұстап, күнә істерді тоқтатады. Рамазан сөзі күйдіру, өте ыстық дегенді, яғни өткен күнәларды күйдіріп, өшіруші деген мағынаны білдіреді. Бұл айда орындалатын ең басты діни амал ауыз бекіту, ораза болып саналады. Рамазандағы ауыз бекіту ислам дінінің 5 парызының бірі болып табылып, бүкіл әлем мұсылмандарының жыл сайын орындалып отырады. Бұл парыз маңыздылығы соншалық кейде ауыз бекіту амалын Рамазан деп атауға дейін барады. Бірақ Рамадан айы аты болса ауыз бекіту парызы, қазақша ораза деп аталады. Ораза ұстаған адам таң атқаннан бастап күн батқанға дейін ішіп-жеуден, не темекі шегуден бас тартады. Рамазан мезгілінде мұсылмандардың ислам қағидаларын неғұрлым тиянақты орындаулары, жыныстық қатынастан бас тартулары, зорлық-зомбылықтан сақтанулары, ашу, қызғаныш, дүниеқорлық, қанағатсыздық, құмар сияқты сезімдерге жол бермеулері, ашулы не мысқылды жауап беруден, өсек тасудан сақтанулары тиіс. Адамдар бір-бірімен әдеттен гөрі тату, ынтымақты өмір сүреді деп күтіледі. Бүкіл ерсі дыбыспен көріністен аулақ болу керек. Ой мен амалдың екеуінің де тазалығы маңызды болып саналады. Ораза Құдаймен жақындасуға бет бұратын әр мұсылман тұлғаның өз алдындағы ғибадаты. Ораза ұстау амалының мақсаты жүректі дүниелік тіршіліктен аластатып, адамның ішкі дүниесін зақымнан тазарту болып табылады. Рамазан айында ораза ұстау бүкіл адамдарға бірдей парыз болмайды. Жыныстық толысу жасында жетпеген балалардың ораза ұстаулары міндетті емес. Бірақ кейбіреулері ұстайды. Айтқанмен жыныстық толысу кешіккен жағдайда ораза белгілі бір жастан кейін ер адамға да әйел адамға да парыз болады. Құран бойынша егер ораза ұстауға ауру адам секілді біреудің денсаулығына зиян әкелу мүмкіндігі болса, бұл адам ораза ұстамаса да болады. Мысалы, қант диабеті ауруына шалдыққан адам немесе емізетін екіқабат әйел адамдар әдетте ораза ұстамайды. Алайда мұндай адамның өз орнына мұқтаж кісіні тамақтандыруға шақырылады. Хадис бойынша етеккір кезіндегі әйел адамға ораза ұстауға тыйым салынады. Әдетте ауыз бекітпесе де болатын жағдай ретінде соғыстағы адам мен үйінен тыс 5 күннен кем уақыт өткізбеуге ниеттелген жолаушы болып саналады. Егер адамның ауыз бекітуі қиындық тудыратын халі уақытша құбылыс болса, өткізілген күндердің орнын Рамазан айының кейін келесі Рамазанға дейін мезгілінде толтыруға тиіс. Егер мұндай халі ұзаққа созылатын болса, әрі ұстай алмаған күннің орнына мұқтаж адамды тамақтандырса да болады. Егер жоғарыда айтылған ешбір категорияға жатпайтын адам ұмытқанын оразасын бұзатын қылық жасаса, оразасы бұзылмайды. Алайда егер де біреу ниеттен оразасын бұзған жағдайда оразасын тоқтатпай күн батқанша дейін ұстап, сол бүкіл күннің борышын өтеуі тиіс. Егер санаулы түрде жыныстық қатынасқа түсетін болса, сол күннің борышын қатар келетін 60 күн ауыз бекітуімен өтеді. Қадір түні. Қадір түні Құранның 1-ші аяты Мұхаммед пайғамбарға түскен түн болып саналады. Айдың нақты қай күні екені белгісіз болғанмен, Рамазанның соңғы 10 күнінің бірі болып есептеледі. Тарауых. Рамазан айының әр түнінде 8-ден 20 ракатқа дейін оқылатын қосымша намазды тарауых деп атайды.